жеке қалсаң ұятсыз нәрселерді көресің. Біреудің биін көресің, біреудің анаусын көресің, біреудің мынаусын көресің, біреудің бағанағы ұятсыз сайттарға кіресің деген сияқты неше түрлі бағанағы шешінген қазір көп қой енді, сонымен атын шығарып жүргендер. Соларды көресің. Ал бірақ тура солай жеке қалғанда көргенде әйелің жанында отырып көре алмайсың. Әйеліңнен қорқасың. Әйелің саған қандай зиян келтіре алады? Енді ары кетсе ажырасады, жарты дүниеңді алып кетеді. Мүмкін әлеуметтік желіге шығып, сен позор қылуы мүмкін, дұрыс па? Енді соңғы кездің тренді ғой. Сұхбат беріп, сен позор қылуы мүмкін. Енді ол жерде ол да кейде жала жабуы мүмкін. Мысалы да артығымен айтып жіберуі мүмкін. Ары кетсе осы нәрсені істейді. Бірақ сол үшін сонша қорқасың. Бірақ сенің жәннатың мен тозағың, тәубеңнің қабыл болуы болмауы оның қолында емес қой. Барлық Алланың қолында. Сен Алладан қорқпайсың да, адамдардан қорқасың, бастығыңнан қорқасың. Сол үшін әлгі ғұламаның айтқан сөзі сондай керемет сөзді. Алла көрмей тұр десең кәпірсің, көріп тұр деп күнәш десең, онда сен ең оңбаған адамсың дейді. Бұл сондай үлкен дерт. Үлкен дерт.